Anasım, Қуан, ұлың әскерден келді. Балам қалайсың? Жақсы. Әскерден келдім, анашым. Қоя тұрш, Байгайсың сериалдарын қарап отыр, бас кетірместей қызық екен. Жынды болар екен мұны бар. Кафедрадан келген жоқпыз, армиядан келдік қой, кішкене қарсамайсыз ба, қуанып? Бірдеңе жейікші, қарным ашып кетті. Жолдан кебем. Анда пияз бар, қуырып жей салшы. Тақтау абыройын жоқ па сонда үйде? Боптыш. Елдің балалары осы соғыстан келген құсап күтіп алады. Пияз жеу үшін служит еттім ба мен сонда? Қайсысын шеш? Қатарда жауынгер Саша Ақов, достарыңыз келіп тұр, сыртқа шығыңыз. Ал бәрі кеп алған ше? Родной, жүр қалаға, қойық. Қойық не қояды. Тамыр шықпайыз, бұрынғыдай дискотекаға барамыз. Ой, дискотека деп қояды. Мал, шығасың ба, шықпайсың ба? Ой, мал деп қояды. Пизді. Шығамын қазір, тұра тұрмын. Дворға кіре бер. Ол давай. Талбиықтар, бұл пияз жемей қояды. Мама, ренжімеңізші, бүгін келіп шығып атыр демеңіз, балалар келіп тұрды, сыртқа шығып қайтайыншы. Кете берсін, ешкім ұстап тұрған жоқ. Шығарды ана мусорды ала келші, пияздың қабықтары толып қалды, сен кеткелі шығарған жоқпыз. 2 жыл бойы пияз жей бергенсіздер ма? Кішкене картошка, макарон деген жеуге болмайтын ба еді? Пияз пайдалы ғой. Картошка зиян емес қой ма? Жынды оқыған ба бәрі?